Сәлем everybody. Мына өзіммен бірге Тасқын деген жігіт жұмыс жасады. Үйленгеніне бір 10 жыл болған жігіт енді да. 10 жыл болды, бірақ та сәбиі жоқ, бала көре алмайды. Содан жаңа екеуміз бір пятница күні отырық, әңгіме сол жайы болып кетті. Жаңа айтады да, 10 жыл болды, вообще сәби көре алмай жүр, сәби сүйе алмай жүр. Бүкіл методтардың бәрін пробовать етіп барадық, ешқандай пайдаға аспайды, көмектеспейді деп. Сол кезде менің бір үлкен әжемнің бір айтқан бір қазақы ерте заманғы дәстүрді айтып еді кезінде бір әжем. Сол есіме түсіп кетті. Осы мен айтам жаңа Тасқынға, ертең как раз суббота ғой, боссың ба дедім. Боспын. Екеуміз бір ауылға барып қайту керек онда дедім. Ол айтады, неге, не себепті, қайда ауылға дейді. Мен айтам, өзімнің туған ауылымда бір кластасым бар, Жәмит деген, 8 баласы бар, соның үйіне барып қайтайықшы дедім. Келісті енді. Келіскесін екінші күні таңертең келдім де машинаға салып алып кеттім. Сол ауылға бардық, 250 километр жүріп, ауылға барып, Жәмитке телефон соқсам, вне зоны, алмайды телефон. Сосын үйіне бардық. Үйіне барсақ, кім әйел шықты, аман саулық сұрасып, Жәмит қайда десек, Жәмит деген не дейді? 3-ші бригадта шөпте жүр дейді, короче. Шөп тасиды дейді ауылға. Содан 3-ші бригадқа бастық, жол жоқ жермен басып, жолсыз жермен. Енді сол ауылда өстік қой, қай жерде қай бригад бар екенін бәрін білем. Содан даладан таптық, Жәмитке келдік. Жәмит деген кәдімгі күн 35 градус ыссы, ақтер, көктер болып, шөпті телешкаға тиеп жатыр екен. Содан аман саулық сұрасып, Жәмитке айтам, біздің шаруамыз келіп тұрған мынандай болып тұр. Сенің енді 8 балаң бар. Қазақта білесің ғой, осындай бір дәстүр бар. Мына жігіттің баласы жоқ, бала сүйе алмай жүр. Сен бізге бір дамбалыңды бершеш. Жәмит те енді түсінді, ол енді ауылдың баласы, дәстүрлерді біледі. Сосын айтады, ол қалай болады екен? Мен айтам, қалай болғанда нормально бәрі. Не? Үйіңе де нетіп барып керек жоқ, сенің жұмысыңа да мешать етпей қойып, сен осы жерден қазір осы дамбалын шешіп бершеш. Енді кластасым ғой, енді кластасым болғасын тіке айтып жатырмын ғой. Асқат Жәмитті көріп, анау деген тері ағып, маған қарайды. Дәл қазір алу керек па, осы дамбалын алу керек па именно? Мен айтам, сен үндемей отыр. Главный берсе, наоборот, қуанма. Сосын бір кезде Жәмит айтады, енді жақсы енді, алыстан 250 километр, осы менің дамбалым үшін келіп тұр екенсіңдер, енді берейін деп. Телешканың артына кетіп қалды. Бір кезде келіп тұр, дамбалын қолына ұстап. Маған бүйтіп беріп жатыр. Мен айтам, жоқ, кімге бер? Тасқынға бер өзіне деп. Тасқын бүйтіп алды дамбалын. Содан Жәмитке рахметімізді айтып, кеттік қалаға қарай. Машинаның іші французский иіс шығып кетті. Содан қалаға келдік. Қалаға келгеннен кейін Тасқын үйіне кетті. Понедельник күні жұмысқа келді, сұраймын, қалай, трусиді кидің ба деп. Анау айтады, киетін возможность болмай қалды дейді. Мен айтам, қалай возможность болмай қалды? 250 километр сол труси үшін, дамбал үшін бардық, әкелдік, енді соны киген жоқсың ба десем. Әкеліп үйге дейді. Жуып іліп қойып едім. Оны үйдегі 70 жастағы батям бар ғой, сол киіп алыпты дейді. Ой, бля. Содан Тасқын жұмыстан шығып кетті, содан хабарсыз болып кетті, короче. Примерно 1 жыл жарымнан кейін, осы жақын арада қайтып кездестік Тасқынмен. Сосын сұраймын ғой Тасқыннан, қалай, не болып жатыр, не өзгеріс бар деп. Тасқын айтады, лично менде ешқандай өзгеріс жоқ енді. Бірақ енді семьяда жақында 6 ай бұрын 2 егіз інім дүниеге келді дейді. Сосын айтам, значит деген
жаңа Жәмиттің дамбалы действенный болып тұр ғой кәдімгідей. Сенің інілерің, папаң дамбалды киіп алғаннан кейін інілерің дүниеге келсені, 70 жастағы папаң киіп алып дүниеге інілерің келіп жатса. Онда давай былай істейік. Ертең боссың ба? Боспын. Давай дайындал, ертең қайтып Жәмитке барамыз ауылға. Содан екінші күні шығып алып қайтадан 250 километр ауылға бастық. Келдік, келсек опять Жәмит деген үйінде жоқ екен, опять далада шөпте жүр екен. Сол бардық бригадқа. Барсақ Жәмит тағы сол картина шөп лақтырып жатыр. Сосын жаңағы Жәмитке келіп аман саулық сұрасып, сосын айтам Жәмитке. Жәмит айтады: не қылып біз айтамыз. Осы ауылға тағы құда түсіп келіп қалып жатырық. Жақсы ғой. Кімге? Сенің дамбалыңа? Сондай ситуация болды. Сенен енді тағы да дамбал ауылға келіп тұрып. Жәмит айтады: дамбалды бере алмаймын енді. Кезіндегі дамбалымды алып кеттіңдер сіздер. Содан кейін бір айдай дамбалсыз жүрдім. Ол дамбалымды мен 6 ай бойы тастамастан киіп жүрген дамбалым еді, жалғыз дамбалым. Соны беріп жібердім енді қимай сіздерге. Енді міне тағы бір новый дамбал алып кидім. Содан кейін осы дамбалды енді жыл жарым болды осыны киіп жүрмін. Қалай? Жыл жарымда бір дамбалды тастамастан киіп жүрсің бе? Біздер 2 күн сайын ауыстырамыз ғой. 8 балаң болса, ауылда тұрсаң көрер едің, 2 күн сайын ауыстырғанда. Міне нанбасаң, міне бүйтіп шешті трикосын. Міне қара, мына дамбалдың 3 жерден жамауы бар, міне. Жыл жарымнан бері осыны киіп жүрмін. Тасқын коллегім, анан дамбалын көріп, ана же құсық қойды дейді. Еще мен кімге айтып қоям ғой, Тасқынға. Қазір егер дамбалын беріп жатса, сразу сол жерден киіп ал дедім ғой. Сөйтіп, бірдеме қалып келістіріп, жаңағы екеуі бүйтіп айттым. Сен бит дедім, Жәмит, сен қазір өз дамбалыңды шешіп бер дедім. Тасқын, сен өзіңнің дамбалыңды Жәмитке тастап кет дедім. Былай алғанда сен дамбалын аласың, ол новый дамбалы болып қалады. Сенің дамбалың новый шығар енді. Сөйтіп, келісті жаңа Жәмит. Екеуі сосын жаңағы тележканың артына кетіп қалды, дамбалдарын ауыстыруға. Сол кезде ана жақтан, бір тракторист келеді екен. Осының бәрін көрген, мына жерге келіп түсті тракторист, менің қасыма келіп. Маған айтады: не болып отыр ана жерде? Біздің бригадтағы Жәмит жалаңаш жүр, бір еркек екеуі жалаңаш жүр ғой. Мен енді түсіндіріп отыруға бәрін желание болған жоқ. Мен айтам: не? Екеуінің іші өтіп жатыр. Сөйтіп жаңағы Жәмиттің трусиін киіп алды анау, сол жерден. Сөйтіп Жәмитке рахметімізді айтып, қалаға қарай бастық. Машинаның іші французский дом. Сөйтіп үйімізге жеттік. Енді арғарай енді не болғанын білмеймін, өйткені бұл ситуация жақында болған ситуация. Енді бір 3-4 айдан кейін қандай результат болған енді Тасқынның үйіне барып білем ғой. Бүгінше осы. Лайк, коммент, шер бәрі сіздерден. Жақсы көңіл күйменен. Сау.